балалар. Саламатсыздар. Балалар, мен қолыма назар аударыңдаршы. Қолымда қандай зат бар? Асық. Бар, дұрыс айтасыңдар. Балалар, осы асық бізге қайдан келеді? Шоқыдан. Дұрыс, сосын. Қойдан. Иә, дұрыс айтасыңдар. Балалар, бізге асық 4 түлік малдан келеді екен, иә? Балалар, осы біз асық жайлы асық ойнайтын қандай ойындарды білеміз? Асық. Қанталапай ойыны бар екен. Балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық ойындарының бірі Қанталапай ойынын ойнайтын боламыз. Қанталапай ойынның шарты, балалар, осындай қалтада бізде көптеген асықтар болады. Осы асықтармен талапай басталды ойын алақай деп ортаға шашамын. Сол кезде қалтаның ішінен бізде осындай біз ерекше асық шығады. Қандай түсті өткен, балалар? Қызыл асық бізде хан асығы болады. Осы хан асығын алған балалар бізде ойынды бірінші бастайды. Ал қалған асықтарды біз қызыл жолаққа тізіп қоямыз. Хан асығын алған бала осыларды бірінші атарды. Осы хан асығымен біз асықтарды атамыз. Ұтып алған асығымызды осында бізде бағымызда осында қалта бар, иә? Осында қоржындарымыз бар. Осының ішіне жинаймыз. Соңында кімнің асығы көп болады, сол бізде жеңімпаз болады. Балалар, біз ойнауға дайынбыз ба? Ал бастаймыз онда. Талапай басталды ойын. Алақай! Балалар, хан асығы кімде екен бізде? Менде хан асығы. Бізде Айбардан бізге хан асығы түсіпті, иә? Ал балалар, қалған асықтардың барлығын осы қызыл жолаққа тізіп қояйық. Екен, жеңімпазды анықтау үшін біз асықтарымызды санайық. Нұралика, санай қойшы, сенде қанша асық бар? 1, 2, 3, 4. Нұрали 4 асық бар екен. Бекзат, асықтар санай қой. 1, 2, 3, 4, 5. Бекзатта 5 асық бар. Асылым? 1, 2, 3, 4. Асылым 4 асық бар екен. Ал Айбар, сен асықтарын санай қойшы. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Айбарда 8 асық бар екен. Медина, сенде қанша асық бар екен? Санашы. 1, 2, 3, 4. Медина 4 асық бар екен. Медина, сенде қанша асық бар? 1, 2, 3, 4. Мединада 5 асық бар екен. Алико, сенде қанша бар? 1, 2, 3, 4, 5. 5 асық бар екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгін Қанталапай ойынның жеңімпазы кім болды бізде? Айбар болды, иә? Айбар, бізде қанша асық бар екен Айбарда? 8 асығымен бізде Айбар бүгін жеңімпаз болды, иә? Бәріміз Айбарды құттықтайық. Балалар, бүгін біз қандай ойын ойнадық? Қанталапай. Жарайсыңдар. Балалар, Қанталапай ойын сендерге ұнады ма? Ойын достық пен көңілді сәттер үшін. Бәрің де мықты ойнадыңдар. Жарайсыңдар, балалар.